Махырды сұрамай ақ қоюға бола ма дейді. Енді махыр деген дүние некеде бұл уәжіп, яғни ер азаматтың мойнындағы міндет. Махыр болмай қалса не болады? Ештеңе болмайды. Махыр алынбай қалса не болады? Ештеңе болмайды. Махырды кейін үйленгеннен кейін өзгертуге бола ма? Иә. Мысалы, бір орынсыз нәрсе сұрақ қойдыңыз, кейін күйеуіңізбен келістіңіз, сен маған мынаны алып бермей ақ қой, мынаны алып берсең қайтеді, күйеуің жарайды десе бола береді. Сондықтан да бұл бір қатты бір қатып қалған дүние емес. Соңғы кезде де бір хит болып, соңғы кезде де бір қыздардың арасында бәсекелестік болып, ондайға айналдыратын шаруа емес. Бұл бар болғаны күйеуіңіздің сіз болашақ жарына беретін құнды сыйлығы деп айтсақ болады. Құранда бұл туралы Ниса сүресінде 4-ші аятында айтылады. Сондықтан да бұл некенің шартына жатпайды. Егер махр сұрамай қойсаңыз, некем қиылмай қалды деп ойламаңыз, неке жүре береді. Бірақ жалпы қандай бір аз болмасын, көп болмасын махр берілу керек. Яғни махр деген дүние қандай? Шариғатта мына нәрсе ғой, мақсаты. Махр деген дүние әрбір ситуацияға адамның дайын болуы. Сіз махрды сұрау арқылы ертеңгі кейбір жағдайларды гарантия арқылы алып қоясыз. Бір жағдай болады, ажырасу жағдай болады, бір жағдай болады, жолдасыңыз қайтыс болу жағдай болады. Сол кездерде келесі тұрмысқа шыққанға дейінгі өмір сүре алатындай қаражат деңгейінде болу керек махр. Сондықтан да махрдың аз мөлшері бар, көп мөлшері шексіз.